Бұл видеода мен сіздерге қалай біз 30 мың теңгемен 5 мың долларлық депозитке немесе пайдаға шыға алатынымызды қадам-қадаммен түсіндіріп беретін боламын. Яғни қараңыздар, 30 мың теңге бұл дегеніміз всего лишь 60 доллар. Енді егер сіздер 60 долларды өздеріңіздің депозиттеріңізге салатын болсаңыздар, сіздер ол жерден максимум 1-ге 2, 1-ге 3 там жасауларыңыз мүмкін. Енді 5 мың долларға дейін депозит апару ол логически невозможно. Ол дегеніміз бір 1000 адамнан біреу-екеуі жасап қалар. Бірақ енді көп случайда ол невозможно. Енді бірақ енді осыны біз кішігірім басқа жолмен жете аламыз. 5 мың доллар ол қалай? Бізде енді прop компания дейтін жалпы компаниялар бар, яғни біздерге под управление ақша береді. Мына жерде бізде Funded Next дейтін prop компания бар. Қарасаңыздар, бұл жерде Seller Instant дейтін аккаунттар бар. Бұл дегеніміз бізге сразу экзаменсіз под управление үлкен сумма беретін шот. Яғни осы Seller Instant'тен біз 2000 доллар, 5000 доллар, 10 000 долларды сразу экзаменсіз ала аламыз. Оның бағалары жазылып тұр, міне мысалы 59, 149 деген сияқты. Бізге енді ең минимальный керек 60 доллар, яғни 30 мың теңгеге осы 2000 долларлық шотты аламыз. Яғни біз экзамен өтіп уақытымызды жоғалтып жүрмейміз, мына жерден сразу осындай үлкен сумма аламыз. Бұл жерде бізде общий лимит бар, яғни біз 6% жоғалтып қоймауымыз керек общий суммадан. Бұл деген 120 доллар. Сонымен қатар біз жаңағыдай жасамауымыз күндік лимиттер жоқ бұл жерде. И бізде прибыль 80%-ке дейін, яғни біздің табысымыздан 80% біздікі, 20% компанияға комиссия ретінде. Яғни біз бірінші осыны аламыз, достар. Вот осы бізде получается 2000 долларлық счет 6% рискпен. Жалпы енді не істейміз? Бірінші этапты өттік. Бірінші этапта біз осыны счетты сатып алдық. Бұл дегеніміз бізде уже 2000 доллар трейд етуге депозит бар деген сөз, 2000 доллар. Так, екінші этап не істейміз? Екінші этап жалпы біз определенный өзімізге жүйе қойып алуымыз керек. Жүйе. Бұл дегеніміз не? Біз әр сделкаға 2% рисковать етеміз. Әр сделкаға 2%. Әр сделка мен қазір. Әр сделка 2% от депозита 2% рисковать етеміз. Бұл дегеніміз не? Бізде депозит жоғалту үшін 3 шанс бар. Яғни біз 3 рет минус болсақ депозит кетіп қалады. Бірақ енді біз қазір жақсы стратегиялармен кіретін болсақ, 3 минус болу ол кішігірім невозможно. Енді біздің выигрышқа жету потенциалымыз, шансымыз жоғарылау, чем ұтылып қалудан қарағанда. Сондықтан біз 2%-пен рисковать етеміз. Бізде қалай болады? Соотношение к риску RR бізде болады 1-ге 2, немесе 1-ге 3. 1-ге 2, немесе 1-ге 3 болады. Бұл дегеніміз не? Мысалы 1-ге 3 болатын болса, біз сразу 2 сделкадан соң-ақ экзаменнен өтпей аламыз. 2 сделкадан соң сразу то есть экзаменнен дептін бізге керекті сумманы жеткізе аламыз. Біздің целіміз мына жерде жасау керек, всего лишь 10% жасасақ жеткілікті. 10% жасауымыз жеткілікті. Мына жерде біздің целіміз 10% жасау. Яғни 2000-ға 10% бұл 200 доллар. 200 доллардан бізге таза қалатын 160 доллар болады. Вот бізге керек қазір 10% жасау. Рискті осылай қыламыз, әр сделкаға 2%, 1-де 2, 1-ге 3 біздің соотношениеміз болады. Екінші қадам біз жүйені өттік. Үшінші қадам енді бізге кішігірім стратегия керек болады, білім керек болады. Жалпы оны сіз қалай аласыздар? Достар, біздерде жалпы Gold дейтін тарифіміз бар. Бұл жерде бізде 389 мың бағасы. 2 ай не аласыздар бұл жерде? 2 ай біріншіден Zoom сабақтар, яғни онлайн сабақтар өтесіздер. Екіншіден 28 видео сабақ. 28 видео сабақ бұл алдын ала дайын түсірілген сабақтар. Сіздер осыны көріп, одан кейін Zoom сабақтарға қатысып, жалпы өздеріңіздің алған теоретический білімдеріңізді практиковать ете аласыздар. Үшінші, біздерде сигнал канал бар, яғни клан деген. Сіздерге осы жерге 6 ай доступ береміз. Одан соң сопровождение, прop счеттармен қалай жұмыс жасаймыз, қалай рисковать етеміз, правилалар деген сияқты. Сіз осының барлығын 12 айға рассрочка аласыз, айына 30 мың теңгеге шығады, небәрі. В целом бұл жерде біз сіздерге стратегияны жалпы проптардан қалай өтеміз и дальше сіздерге сопровождение жасайтын боламыз. Обычно бізде клан дейтін каналдың өзінде 6 ай доступ беріледі. Бұл жерде сигналдар беріледі, проптарға сигналдар беріледі. И сонымен қатар жаңағыдай аптасына 1 рет видео сабақтар и лайв саудалар тоже болып тұрады. Мен сіздерге қазір ішін көрсетейін. Осындай анализдер жіберіледі, осындай сабақтар болады и сигналдар күн сайын осылай жіберіліп отыратын болады сіздерге. Так, төртінші қадам сіздерге енді кішігірім обучение керек. Оны өздеріңіз полностью өтулеріңіз керек. Ол обучениелерде сіздерде не беріледі? Ол жерде жалпы біз сіздерді Smart Money және SNR стратегиясы бойынша анализді үйретеміз. Көбіне алтынға жұмыс жасаймыз. Так, бұл жерде алтында мен басында өзім Smart Money жасап жүрдім. Бірақ одан соң уже SNR-ді қосып екеуін қазір бірге жасап жүрмін. Smart Money бойынша мысалы обычный анализ жасайтын болсақ, мына жерде бізде ликвидность шешіпті бүгін ликвидность шешіпті. Одан кейін бізде как SNR-ді қосатын болсақ, мынаны как SNR-дің зонасы немесе Smart Money-да rejection block деп алсақ болады. Яғни біз үшін точка входа бар. И былай қарайтын болсақ, бізде еще слом структуре берген екен. Біз осындай өзімізге уверен сделкалар ғана рисковать етеміз. Осылай біз риск жасаған жағдайдың өзінде 1-ге 3 сделка қойғанның өзінде біз мына жерден қазір
біз уже 2% рисковать еткеннің өзіне біз мына жерден 6% уже прибыль алатын едік деген сияқты. Допустим, сіздерде біреу плюс болсын, біреу минус болсын, үшіншісі плюс болған кезде сіздер уже өзімізге керекті сумманы жинап аламыз. Ол сумманы жинап алған соң біз не істейміз? Ол сумманы жинап алған соң біз дальше өсе беретін боламыз. Біз 2000 доллардан 150 10% жасадық, $200. Ол таза пайдасы бізге $160. Біз 150 долларға осы 5000 долларлықты аламыз. Осы 5000 долларлықты дәл осылай жалғастыра беретін боламыз. Дәл осылай жалғастырасыздар да, и соңында 20 000 долларлыққа дейін жетсеңіздер болады. Бірақ алғашқы қадам осы, 2000-нан 5000-ға жету жолы. Ең қарапайым, ең оңай жолы. Достар, егер видео ұнаған болса, өз ойларыңызды комментарийға жазып, осы видеоға лайк басып кетіңіздер.